сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі ашық сабақ тақырыбы пневмония. Аян, Дидар, Үмітжан, Ақерке, Алишер, Анай, Алина, Нұржан. Бүгінгі тақырыпқа кіріспес бұрын үй тапсырмасына шолу жасайық. Квиз бағдарламасы платформасы арқылы үй жұмысын тексеруді бастайық. Ал енді біз жасанды интеллект қолдану арқылы квиз бағдарламасын аяқтайық. Біз сабағымыз бастамас бұрын 800 сәттін ұйымдастырып алып, ол үшін бәріміз орнымыздан тұрып, менен қайталаңыздар. Менен қайталаңыздар бәрі мықтыларыңыз. Бізді қолымызды, оң қолымыз жоғары көтеріп, соғымызға төмен түсіріп айналдырамыз. Кет. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Керемет. Ал енді біз жаңа тақырыпты жасанды интеллект қолдану арқылы Вербо бағдарламасы арқылы түсіндіретін боламыз. Жиналып газ алмасу бұзылады. Гипоксия мен интоксикация белгілері пайда болады. Классификациясы А. Клиникалық эпидемиология. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа тақырып пневмония тақырыбы болып табылады. Бұл гамма бағдарламасы арқылы жасалынған болады. Бұл жерде пневмония анықтамасы, этиологиясы, жіктелуі, сонымен қатар диагностика емін қарастыратын боламыз. Жаңа тақырыпқа байланысты жасанды интеллектті қолдану арқылы Wordwall платформасымен жасалынған 15 сұраққа назар аударамыз. Келесі сұрағымыз, бізде рентген суретінде не анықталады? Өкпе тіндеріндегі инфильтрация байқалады. Аймақтары байқалады. Келесі бізде 11-ші ұяшық қауіп тобына кімдер жатады? Қауіпті тобына 5 жасқа дейінгі балалар, 65 жастан өткен қарт кісілер және созылмалы аурулармен ауыратын адамдар. Мысалы, қан диабеті деген сияқты. Енді келесі кезекте бізде анализ бөлімінде 10 сұрақ жасанды интеллектпен жасалған Айым Арена платформасы арқылы жасалынған. Көріп назар аударамыз. Бір пневмонияның анықтамасын атаңыз және оның негізгі патологиялық процесін сипаттаңыз. 2. Этиологиялық қоздырғыштарға қандай микроорганизмдер